Сәлем достар, қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Подписка батырмасын басып, тіркеліп өтіңіздер. Бүгін біз ірімшіктен жасалған күлше нан жасаймыз. Яғни орысша сырные лепешки. Құрамына суға пісірілген 5 картофелімізді алып, езіп аламыз. Одан 400 грамм ұн, бір жұмыртқа, және де бір шай қасық тұзымыз саламыз да укроп пен петрушкамыз салып араластырып қамыр илеп аламыз. Сол илеген қамырдан екіге бөлеміз. Сол екіге бөлінген қамырымызды дөңгелетіп жазып аламыз. Кондитерский шпательмен жаймендеп үстін басып 8-ге бөлеміз. Осылай видеодағыдай жаймендеп қатты кеспей үстінен тек осылай басып шығамыз. Үкіштен өткізілген ірімшігімізді, яғни сырымызды алып, укроп петрушкамен араласқан, соны осылай жаймендеп салып шығамыз әр бөлінген орынға. Сосын үстіне екінші жазған қамырымызды басып бөліп шығамыз. Қызып тұрған табамызға сырный лепешкаларымызды осылай жаймендеп салып шығамыз. Екі жағында қыздырып, қуырып, пісіріп аламыз. Қызарғанша. Сырный лепешкамыз дайын. Өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын.